Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода мен сіздермен балды торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздерде де осындай жұмсақ әрі дәмді торт шығады деген ойдамын. Кішкене кастрюлемізге сары майымызды, қантымызды, балымызды және ас содасы мен жұмыртқамызды қосып, орташа отқа қойып, үздіксіз араластыратын боламыз. Бұл уақытта біздің масса ағарып, көпіршіктер пайда болып, көлемі ұлғая бастайды. Ас содасы мен балды қыздырған кезде осылай реакцияға түседі. Кастрюлемізді оттан алып, илектен өткізілген ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде ұнды мен екіге бөліп салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша барлығын бірден салсаңыздар да болады. Және ескере кететін бір жайт, ұнның сапасы әртүрлі болғанына байланысты сіздерде сәл аз немесе сәл көптеу ұн қажет болуы мүмкін. Шамамен айырмашылығы плюс-минус 50-60 грамдай болуы мүмкін. Сондықтан қамырларыңызға қарап қосуларыңызды сұраймын. Видеода көрсетілгендей қамырымызды қолымыздың көмегімен осылай ұзынша етіп созып, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Мен 10 бөлікке бөлдім. Енді осы әрбір бөліктерімізді видеода көрсетілгендей етіп домалақтап, тарелкамызға сәл ұнымызды сеуіп, барлығын осылай домалақтап қойып шығатын боламыз. Енді осы дайын болған қамырларымыздың бетін пищевой пленкамен немесе салафанмен жауып, шамамен жарты сағат уақытқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін кішкене кастрюлемізге жұмыртқамызды және қантымызды салып, қантымыз ерігенше толықтай араластыратын боламыз. Сосын 4 ас қасық ұнымызды салып, бір келкі масса болғанша дейін толықтай араластыратын боламыз. Ешқандай түйіршіктер болмауы тиіс. Кейін осы массамызға сүтімізді құйып араластыратын боламыз. Енді кастрюлемізді орташа отқа қойып, тоқтамай араластырып тұру қажет. Массамыз жайлап қоюланатын болады. Видеода көрсетілгендей массамыз бұрқылдап қайнай бастаған кезде бірден оттан алып, бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, араластыратын боламыз. Менде неге екенін білмеймін, сары майды салған сәт видеоға түспей қалған екен. Сондықтан сіздер міндетті түрде салыңыздар. Енді осы кремімізді пищевой пленканың немесе целлофанның көмегімен видеода көрсетілгендей етіп, кремімізге тигізіп, бетін осылай жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, бірден пергамент қағазының үстіне қойып жаятын боламыз. Пергамент қағазының үстіне ұнымызды сеуіп, өзіңізге керекті диаметрде қамырымызды жайып шығамыз. Кождарды мен қақпақтың көмегімен кесіп шығатын боламын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тәрелкенің немесе арнайы форманың көмегімен кессеңіздер болады. Енді осы дайын болған коржымызды видеода көрсетілгендей противеньге ауыстырып, 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 6-7 минутқа салып аламыз. Дәл осылай барлық қамырларымызды жайып, пісіріп алатын боламыз.
Корждар өте жылдам піседі. Біреуін алып жатсаңыздар, екіншісін салып жатасыздар. Сондықтан барлық корждарды пісіру онша қатты көп уақытты алмайды. Менде тіпті корждардың тез піскені соншалықты, біреуі піскенше екіншісін толықтай жайып үлгермей жаттым. Сондықтан шеттері сәл күйіңкіреп қалып жатты. Осындай барлығының диаметрі бірдей корждар шығады. Кесілген корждарымызды қолдың немесе блендердің көмегімен үгітіп әсемдік үшін қолданатын боламыз. Тоңазытқышта тұрған біздің креміміз дайын болды. Енді осы креммен тортымызды құрайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп тортымызды құрайтын боламыз. Алдымен корж, одан кейін крем, корж, крем техникасымен толықтай құрап шығатын боламыз. Ең бастысы кремімізді аямай жағамыз, сол кезде тортымыз жұмсақ болып, күшті болып шығады. Кремімізді алдымен тортымыздың ортаңғы жақтарына, бет жақтарына жағып аламыз, одан кейін қырын жақтарына бос жерлерін толтырып жағып шығамыз. Енді осы тортымызды кем дегенде 2-3 сағатқа креміміз толықтай сіңгенше тоңазытқышқа салып аламыз. Мен 3 сағатқа тоңазытқышқа қойып алдым. Енді видеода көрсетілгендей крошкалардың көмегімен тортымызды әсемдейтін боламыз. Осылай қолдың көмегімен сеуіп, алдымен бет жағын, одан кейін қырын жақтарын әсемдеп шығатын боламыз. Міне достар, біздің балды тортымыз дайын болды. Биік, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Кесілген кезде де өте оңай кесіледі. Егер де сіздер балды тортты жақсы көретін болсаңыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ал егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, колокольчик белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.